Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ, әдемі болып шығатын бауырсақтардың рецептімен бөлісемін. Ыдысқа сүтімізді құямыз, қант, тұз қосып араластырамыз, аштығымызды саламыз, және де сұйық май құямыз. Майонезімізді саламыз. Және барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа жылы жерге қоямыз. 15 минутта аштығымыз көтеріледі. Жақсылап араластырып, ұнымызды жаймен сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың үстінен тағы да сұйық майымызды құйып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қоятын боламыз. 1,5 сағатта қамырымыз осындай болып көтеріледі. Жақсылап жайып аламыз, қолмен, оқтаумен жайсаңыздар да болады. Қалаған формаларыңызда кессеңіздер болады. Мен домалақ етіп кесіп алдым. Осылай бір шетінен бәрін кесіп аламыз. Қалған қамырларын да алып, кесіп шығамыз. Кесіп дайын болған бауырсақтарымызды бетін жауып, 15 минутқа демалдыруға қоямыз. 15 минут өткеннен кейін қызып тұрған майымызға салып пісіріп аламыз. Ішіне қант қосылғандықтан тез қызарады, тез әрі жұмсақ болып піседі. Осылай екі жағымен де қызартырып пісіріп аламыз. Міне, бауырсақтарымыз да дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздерге сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау жүріңіздер.